Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта үшбұрыштардың теңдік белгілерімен бірге үшбұрыштың тамаша сызықтары, яғни биіктік, медиана, биссектриса, орта сызығын өткен болатынбыз. Бүгін тағы сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бірінші берілген есептің тапсырмасында бізде АОВ тікбұрышты үшбұрыш берілген. Осы тікбұрышты үшбұрышның ОН биссектрисасы жүргізілген, яғни ол бізде АОВ бұрышының биссектрисасы. Және сонымен қатар ОК және ОП сәйкес АОН бұрышы мен БОН бұрышының биссектрисалары. Бізге табу керек бұрыш КОП бұрышы қаншаға тең екенін. Олай болса, есептің шартын қысқаша жазатын болсақ, үшбұрыш АОБ тікбұрышты үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш. Енді бұл жерде ОН ол бұрыш АОВ-ның биссектрисасы. Ал бізде бұрыш АОВ бұрышы 90 градусқа тең. Олай болса, ОН биссектрисасы осы бұрышты теңде екі бұрышқа бөледі. Ол бұрыштарымыз бізде бұрыш АОН бұрышы тең болады бұрыш НОВ бұрышына. Осы бұрыштар, олар екіден бір, яғни АОВ бұрышының жартысына тең. АОВ бұрышы 90 градус болғандықтан 90 градусты екіге бөлсек, әр бұрышымыз АОН бұрышы мен бұрыш НОВ бұрышы 90-ның жартысы 45 градусқа тең деген сөз. Енді олай болса, бізде ОК АОН бұрышының биссектрисасы болса, ОК сәулесі бізде биссектриса бұрыш АОН бұрышының биссектрисасы. Және ОП сәулесі ол да биссектриса НОВ бұрышының биссектрисасы. Олай болса, бізде АОН бұрышы мен НОВ бұрыштардың әрқайсысы 45 градустан тең болғандықтан, әр биссектриса өзара тең 4 бұрыш аламыз. 1 бұрыш, 2 бұрыш, 3 бұрыш, 4 бұрыш. Сонда бұлардың әрқайсысы тең. Жазайық. Бұрыш АОК бұрышы тең болады бұрыш КОН бұрышына. Ол бұрышымыз тең болады бұрыш НОП бұрышына. Ол тең болады бұрыш ПОВ бұрышына. Олардың әрқайсысы тең болады 2-ден 1, яғни АОН бұрышының жартысына тең. Ал бізде АОН бұрышы 45 градус болғандықтан 45 градусты 2-ге бөлсек, ол бізде 22,15 градусқа тең, немесе 22 градус 0,15-іміз бізде 30 минутқа тең деген сөз. Ал бізге табу керек КОП бұрышының, яғни мына бұрыштың градустық өлшемін. Ал табайық. Бұрыш КОП-ның градустық өлшемі. Ол бізде КОН бұрышы мен НОП бұрышының градустық өлшемінің қосындыларына тең. Ал олардың әрқайсысы 22 градус 30 минутқа тең болғандықтан, біз көбейтеміз 2 көбейтілген бұрыш КОН бұрышына. Олай болса, бұрыш КОП тең болады 2-ні көбейтеміз 22 градус 30 минутқа. Яғни 2-ні 30-ға көбейтсек 60 минутым, 60 минутымыз 1 градусқа тең. 22-ні 2-ге көбейтсек 44 градус, 44-ге 1 градусты қоссақ 45 градусқа тең деген сөз. Яғни ізделінді КОП бұрышымыз 45 градусқа тең. Келесі екінші есептің шартына назар аударайық. Бұл жерде АБЦ үшбұрышының АД медианасы
Ал ады медианасының BC түзуінен тысқары жатқан адыға ұзындығы тең болатындай D2 кесінші жүргізілген және Е нүктесін орналастырған. Осы жерде Е нүктесі мен С нүктесін қосып, пайда болған үшбұрыштардан ADV үшбұрышы мен EDC үшбұрыштарын тең екен дәлелдеуіміз қажет. Ал екінші жағдайда ACB үшбұрышының градустық өлшемі 56 градусқа тең, ал AVC бұрышының градустық өлшемі 40 градусқа тең. Табу керек ACE бұрышының градустық өлшемін. Олай болса, есептің сызбасы арқылы шартын жасайық. Шартында бізде берілген AD медиана, медиана олай болса VD қабырғасын теңестіреді DC қабырғасына. Яғни VC қабырғаны тең де 2-ге бөледі деген сөз. Және бізде AD-ға тең болатындай, BC-ның екінші жағында жатқан AD-ға тең болатындай D2 кесіндісі жүргізілген. Ол жерде Е нүктесі мен С нүктелерінің қосылған. Бізге бірінші кезек дәлелдеу керек үшбұрыш ABD үшбұрышы тең екен үшбұрыш CED үшбұрышына. Екіншісі, осы есептің шартында бұрыш ACV бұрышы 56 градусқа тең, ал бұрыш AVC бұрышы 40 градусқа тең. Табу керек бұрыш ACE бұрышының градустық өлшемін. Олай болса, бұл жерде мен бөліп қарастырайын. Бірінші, ABD үшбұрышы мен CED үшбұрыштарын тең екенін дәлелдеп алайық. Бізде біріншісі бойынша бізде бар VD қабырғасы тең DC-ға, себебі AD медианасы ABC үшбұрышында BC табан тең де 2-ге бөледі. Және бізде бар осы жерде AD кесіндісі DE кесіндісіне тең. AD тең DE-ге. Және бұл жерде екі түзу BC түзуі мен қиылысады AE түзуі D нүктесінде. Пайда болады вертикаль бұрыштар. Яғни вертикаль бұрыштар өзара тең. Вертикаль бұрыштарын жасатмасақ, бұрыш ADV бұрышы тең болады бұрыш EDC бұрышына. Бұлар вертикаль бұрыштар. Вертикаль бұрыштар бойынша тең. Олай болса, бірінші үшбұрышта қабырға, бұрыш, қабырға, екінші үшбұрышта қабырға, бұрыш, қабырға. Яғни екі қабырғасының арасында жатқан бұрышы берілген. Олай болса, бұл екі үшбұрыш, үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша бұл екі үшбұрыш өзара тең. Яғни үшбұрыш AVD үшбұрышы тең болады үшбұрыш CED үшбұрышына. Яғни біз екі үшбұрыштың тең екенін дәлелдедік. Екіншісінде шартында ACB бұрышы. ACB, яғни мына бұрышымыз 56 градусқа тең екені берілген. Ал бұрыш ABC бұрышы 40 градусқа тең екені берілген. Бізге табу керек ACE бұрышының мына бұрыштың градустық өлшемін. Олай болса, біз бірінші бөлімде екі үшбұрыштың тең екенін дәлелдедік. Онда олардың сәйкес қабырғаларының бұрыштар тең екенін көрсетейік. Бізде бірінші үшбұрышта ADV үшбұрышында ADV бұрышы 40 градусқа тең. Бұрыш AVD бұрышы немесе бұрыш AVC деп қарастырсақ, бұл екі бұрышта 40 градусқа тең. Ал екінші үшбұрышта біз көрсете аламыз осы бұрышты. Бұрыш VCE бұрышы, бұрыш VCE бұрышы немесе бұрыш DCE бұрышы. Бұл бұрышында градустық өлшемі
40 градусқа тең. Сонда мына бұрышымыз бізде 40 градусқа тең екен белгілі. Олай болса, АСЕ бұрышының градусы өлшемін табу үшін бізге АСВ бұрышына қосамыз бұрыш ВСЕ бұрышының градустық өлшемін. Сонда бұрыш АСЕ бұрышына тең, бұрыш АСВ бұрышы бізде берілген, АСВ бұрышы 56 градусқа қосамыз. Бізде ВСЕ бұрышы 40 градусқа тең, 40 градусты. Сонда АСЕ бұрышының градустық өлшемі 96 градусқа тең. Біз сіздермен қарастырдық үшбұрыштар теңдігінің белгілері және үшбұрыштың медианасы, бисектрисасы, биіктігі, орта сызығы тақырыбына арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.